Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Алтан Өмірзақ, және де менің әріптесім Тайжанов Бахыр. Және біздің жобаның аты ақылды карта. Ең алдымен осы жобаның мақсатымен таныстырып өтсем. Бұл жобаның басты мақсаты осы қазіргі Қазақстан жастарына сай, заман талабына сай жағдай жасай отырып, осы Қазақстанның ақылды картасын құрастыру. Бұл карта не істей алады? Бұл карта ең алдымен осы балаларға осы Қазақстанның географиялық және туристік маңызы бар нысандарын көрсетіп және оны үйренуге қолайлы жағдай жасай алады. Ал енді осы жобаның жаңалығымен менің әріптесім Тайжанов Бахыр таныстырып өтеді. Елімізде жоқ, алайда еліміздің жерін жас ұрпаққа жаңа технология арқылы істелінген ақылды карта арқылы үйрету идеясы. Бұнда еліміздегі 14 облыс, оның ішінде 3 мемлекеттік маңызы бар қала және де 14 облыс орталықтармен қоса 17 қаланың ақпараттары бар. Ал енді осы картаның аналогтарымен таныстырып өтсем, бұл картаның қазіргі күнде аналогтары бар, бірақ олар бұдан өзгешелеу болып келеді. Ол дегеніміз мысал ретінде қазақ әліпбиін алсақ болады. Ол әркімнің үйінде болған десем де болады. Яғни ол арқылы кішкентай балалар әріп үйренген болатын. Сол секілді біздің де картамыз сол принципте жұмыс жасайды, бірақ бұның бір ерекшелігі ол мектеп жастағындағы оқушылар Қазақстанның әрбір өңірінің тарихымен және табиғаты туралы терең білім алып, өздеріне осындай жаңа мүмкіндіктер тудыра алады. Ақылды картаның жұмыс жасау принципімен таныстырып өтсем, оның жұмыс жасау принципі осындай. Мына тетіктерге басасыз, сол тетік туралы, сол өңір туралы ақпарат айтып өтеді. Мысалы үшін Кіші Қайынды Арша орманы мен Жабағылы өзен алқабында, сондай-ақ Кіші Қайынды сарқырамасына экскурсия жасау. Көктем кезінде оңтүстік беткейден тау-текелерді. Ал енді осы картаның ішкі құрылымымен таныстырып өтсем, өздеріңіз көріп отқандай 14 облыстағы 14 тетік және әрқайсысында оған сым жалғанған. Оның ортасында чип бар. Осы чипқа ақпараттар сақталады. Сол ақпарат тетікті басқан кезде мынау қызыл шнур арқылы колонкаға жетіп, сол колонкадан дауыс шығады. Яғни қарап отырсаңыздар, құрылысы өте оңай және қолжетімді десем де болады. Бұл картаның бағасы небәрі 1200 теңге. Және де бұның құрылысы өте жеңіл, түрлі түсті қағаздан және орг стекло және 14 түрлі тетіктерден құралған. Бұл дегеніміз әр отбасы өзіне алады. Қорытындылай келе, бұл карта осы қазақ жастарының оқушыларының отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, ол туралы көптеген ірі, орасан зор ақпарат береді. Және де бұл номенклатура жаттауда балдардың жұмысын оңайлатады десек те болады. Оған қоса біз бұл картаны мектеп, балабақша, офис, барлық жаққа, жырды вокзалдарға іліп қоюды ұсынамыз.